Мен ұйықтап жатқанда ағам көзіме қарындашты қып алмақ болды. Қарындаштың ішіндегі өзегін барынша шығарып, ақыры сындырып алғанша қоймады. Негізінде ол менің шынымен ұйықтап жатқан жатпағанымды тексергісі келген. Ағам менің ұйықтап жатқанымды анық білген соң бөлмеден шығып кетті. Сол сәтте мен көзімді ашып үнсіз оның артынан ердім. Көшеге шыға бере мен ұзақ уақыт бойы сырқат, аяғын әрең басат деп ойлап жүрген ағамның сап-сау жүріп бара жатқанын көріп таңғалдым. Оның соңынан ілесіп қараңғы тұйық көшеге барғанымда шын мәнінде ағам бір бандалық топтың басшысы екенін білдім. Не болып жатқанын түсінгім келіп артынан бақылап тұрдым. Бірақ кенеттен біреу мені арт жағынан шат беріп ұйықтатып тастады. Есімді жиғанда түнде отырған сол үстелдің басында отыр екенмін. Айналаға антан болып қарап едім. Ағам жаңа ғана оянып, ештеңе болмағандай қалыпты күйде жүр. Қорыққаннан ваннаға кіріп күттеп алдым. Артымнан келген ағам мені тыныштандыруға тырысып, дәрімді ішпеген соң бәрі маған жай елестегенін айтты. Оның ұзақ әңгімесінен соң соған сенуге шақ қалдым. Тіпті кешірім де сұрадым. Бірақ ол шығып кеткеннен кейін үстел үстімен сол қарындаштың сынып қалған өзегін байқап қалдым. Сол кезде ғана жаным түршігіп, ағамның өзім білетін адам еместігін түсіндім. Бірден анама барып көрген білгенімді айттым. Ол қатты шошып, бәрін анықтайтынын айтты. Алайда кешке тағы бір тылсым жағдай болды. Анам біреумен телефон арқылы сөйлесіп отырғанын байқап қалдым. Сөйлескен даусына құлақ түріп едім. Ол ағаммен сөйлесіп, ол бір нәрседен күдіктеніп жүр, бәрін біліп қоюы мүмкін деп ескертіп жатыр екен. Сол сәтте кеудемді қатты үрей басты. Олар менен нені жасырып жүргенін мүлде түсіне алмадым.